Сәлем барлықтарыңызға, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен қалай осы Китайға стажировкаға, 1 жылдық стажировкаға өткенім және осы соңғы өмірімде болып жатқан оқиғалардың барлығымен бөлісіп өтемін YouTube каналымда. Осы уақытқа дейін не істерімді білмей, әлі өзімде бір белгісіздікте жүргендіктен бұндай видео жазбаған болатынмын, ал қазір енді барлығын түсіндіріп өтейін. Осы уақытқа дейін UMC-да аллергология, иммунология мамандығы бойынша резидентура оқып жүргенмін, және одан кейін көбісі сұрақ қойды: неге именно Шымкентке кеттіңіз, неге Астанада қалып сол жақта жұмыс жасамайсыз, неліктен UMC-да қалған жоқсыз, тағы басқа деген сияқты сондай сұрақтар келді. Енді айтып өтейін, неге именно Шымкентті таңдадым. Мамандық таңдау болсын, яғни жұмыс мәселесі болсын, всегда окружение, наставниктар және қандай ортада жұмыс жасайсың, сол нәрсе өте маңызды. Себебі мен өзім енді UMC-да резидентура оқып жүрген кезімде қатты ондай дружный коллективті көрген жоқпын, сондықтан да яғни қолайлы, өзімнің бұрыннан бері, яғни 5-ші курста аяқтағаннан бері аллергоцентрде Шымкентте жұмыс жасап жүріп, өзімнің наставницамның жанында оқып, үйреніп сөйтіп жүргендіктен, өзімнің наставницама жанына келіп, одан ары үйреніп дамуға тек қана біздің мемлекетте емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерде де әртүрлі проекттер жасап, сондай бір күшті дамушы орта құрамыз деген бір игі мақсатымыз болғандықтан мен Шымкентке қайттым. Бірінші себебім сол наставницамның болуы және қолайлы ортаның болуы. Медсестралар, қалай осы ортаның өзі, коллективтің өзі сізге қарым-қатынас жасайды, сол нәрсе өте маңызды екен. Және осы уақытқа дейін, яғни мен уже 1,5 ай бойы жұмыс жасап жатырмын. Аллерголог, иммунолог дәрігер ретінде. Менің түсінгенім, қазір мен өзіміздің коллективтің ішінде ең жас маманмын. Жас дегенде прям қатты жас емеспін әрине, но все равно ол кісілер енді 50-ге 45 шамасындағы кісілер болғандықтан мен ішіндегі, яғни ең жасымын. Көп нәрсе сұраймын. Сол кездерде маған без проблем, яғни келесі кабинетке барып сұрап, наставницам болсын, басқа дәрігерлер болсын, шақырып, осындай пациент еді деген сияқты сондай бір кішігірім консилиумдар жасап жатамыз. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Жұмыс мәселесі болсын, яғни орта болсын да, өзімді токсичный средада көрмеймін, сондықтан бұл өте жақсы шешім деп ойлаймын. Келесі нәрсе ол әрине өзімнің үйім Шымкентте болғандықтан, анам осы жақта болғандықтан мен үшін қолайлы болды. Үшінші нәрсе, ол кезде мен как раз таки стажировкаға жіберіп қойған болатынмын, стажировканың яғни результатын күтіп отқанмын. Осы жерде күтіп жүрдім, өтсем өттім, өтпесем ары қарай тағы басқа стажировкаларға жіберермін деген сондай бір нәрсе болды. Яғни бірақ ішімде өтемін деген нақты бір сенім болған еді. Қалай 1 жылдық стажировкаға өттіңіз, осыншама программаларға қалай қатысып жатсыз, қалай оның барлығын жеңіп жатсыз деген сондай сұрақтардың барлығы Инстаграмда директке келіп жатыр. Соған кішігірім жауап беріп өтейін. Яғни қалай мен вообще стажировканы ұттым. Бірінші ол неден басталды? Яғни апрельде, естеріңізде болса, Инстаграмнан көрген де боларсыздар. Ол кезде мен Китайға конгресске кеткен болатынмын. Сол жерде, яғни именно иммунологтарға арналған сондай конгресс өтті. Сол конгрессте мен Дей-Джордж синдром туралы тақырыпта пациенттерді баяндаған болатынмын. Сол моментте ең қызығы Азияның, Центральный Азиядан, яғни орталық Азиядан мен ғана барған болатынмын. Россия енді ол Центральный Азияға кірмейді, сондықтан вообще Түркменстан болсын, Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, тағы басқа мемлекеттерден өзіміздің осы орталық Азиядан ешкім болған жоқ, мен ғана болдым. Қазақстаннан да бір өзім болдым. Сол жерде кішкене қорқыныш болды негізі. Ол travel грантпен ұтқан болатынмын, яғни менің перелетім сол жерде тұратын бірнеше, яғни жарты ақшасы солай покрываться етілді. Яғни бірнеше сумманы маған төлеп берді. Осы моментте сондай бір қорқыныш болды. Соншама үлкен аудиторияның алдында қалай мен выступать етемін деген сияқты қорқыныш болды. Мен выступать етіп болдым. Сол выступать етіп болғаннан кейін, яғни тақырыпқа байланысты сұрақтар қойылады. Спикерлердің арасынан именно сол Россиядан бір профессор маған прям өте көп сұрақтарын қойып бастайды. Мен басында тоже ойлағам, сол кісі маған сұрақ қоятын шығар, себебі біз енді Қазақстаннан келгенмін деген сияқты, көбісі онша менсіне бермеуі де мүмкін деген сияқты. Солай ол кісі сұрақ қойып бастады, кішкене нападение сияқты болды. Сөйтіп мен жанындағы профессор, яғни бізде мынандай нәрсе бар, егер де сіздер oral presentation, яғни өздеріңіз қорғайтын болсаңыздар, кәдімгідей спикер ретінде бүкіл сахнаның алдында, сол кезде көбінесе сіздердің модераторларыңыз болады. Біреуі faculty деп айтады, немесе профессорыңыз, екінші адам ол модератор. Сол яғни секцияның модераторы. Уақыттарды дұрыстап отырады, сұрақтар қояды, тағы басқа деген сияқты. Вот осындай екі адам болды. Біреуі ол
профессор Германиядан болған болатын. Ол кісі менің профессорым ретінде, яғни менің үй жұмыстарымды, бана үй жұмысы дегенде презентациямды тексеріп, дұрыс емес, қай жерін дұрыстау керек деген сияқты сондай исправлениялар жасады. Екінші кісі ол Япониядан болды. Ол профессор, Токионың университетінде профессор. Ол кісі тоже өзі исправлять етіп, сондай бір көмектерін жасаған болатын. Сол жерде маған прям қатты тиесіліп көптеген сұрақтарын қойып бастады. Германиядан келген профессор мені құтқарып қалды десем болады. Құтқарып қалды дегенде, яғни осындай да случайлар болады, тағы басқа деген сияқты сұрақ қойып жатқан профессорға Россиядан ондай да моменттер болады. Олай қатты критично қараудың қажеті жоқ деген сияқты солай айтқан болатын. Мен байқадым, сұсты сондай немен қарап маған кішкене менсінбей тұрған көрініп тұрды. Кейін мен өзімді ыңғайсыз сезіндім, қатты қобалжып кеттім, себебі барлығы қарап тұрды. Енді 1040 адам ана сценаны айта алмадым. Көптеген адамдар, оның ішінде студенттер, резиденттер, профессорлар, врачтар, барлығы бар да. Енді сондай бір үлкен ауқымды аудиторияның алдында мен негізі бірінші рет выступать еттім. Сосын орныма отырған кезде бағанағы Китайдағы Гонконгтың университетіндегі иммунолог профессор келді да. Керемет жұмыс. Мен сізді келесі, яғни конгресстерде де көргім келеді. Мықты қорғадың деген сияқты сондай бір күшті мотивация берді. Енді мен көңіл күйім кішкене түсіп қалған көрді. Келіп, солай поддержка беріп сөйтті. Бір кезде менен уже контактымды сұрап, бағанандай қандай университетте оқисың, қандай жерден келдің, тағы басқа деген сияқты барлығын сұрап бастады. Ол кісіге менің Қазақстаннан болғаным біріншіден, екіншіден өте қызықты тақырыпты қорғағаным барлығы сондай қызық болды да. Ол кісіге солай мені шақырған болатын, негізі осы стажировкаға кел, біз сені қабылдаймыз. Міндетті түрде тағы да бір дәрігер жігіт, ол кісі тоже алдындары өткен болатын. Оказывается, менен 2 жыл бұрын өтіп, сол жақта, яғни выступать еткен кезінде как раз таки сол Гонконгтағы пациентті айтып доложить еткен болатын, яғни клинический случай ретінде. Осылай, яғни біз профессормен танысып кеттік. Бүкіл сол конгресстегі Оксфордтан профессорлар келді, Бостон, яғни Гарвардтан профессорлар келді, Американың басқа да штатындағы университеттерден, уже есімде жоқ қандай университеттер екен, басқа да университеттерден келді. Ана жақта өте керемет деңгейдегі бір атмосфера болды негізінен. Конгресске егерде бармаған болсаңыздар, бір бар көріңіздер. Шетелдік конгресстер олар өзгеше өтеді. Өте керемет спикерлер болды, докладтардың өзі керемет болды. Біздің выступать еткеніміз ол жас ғалымдардың выступать ететін секциясы болған, яғни бірінші күні. Одан кейінгі күндері уже жаңаша бір нәрселер ойлап табылып жатқан ғалымдар, яғни PhD-да, тағы басқа да оқитын студенттер, солардың жұмыстары болған. Стажировкаға негізінен шақырту алған кезім осы болды, яғни осылай басталды. Кейіннен енді оған не керек, тағы басқа ізденіп бастадым. Профессор айтты, осындай перечень документов бар, солардың барлығын тапсыр, ары қарай уже яғни организация өзі шешеді, яғни сені қабылдайды немесе қабылдамайды деген сияқты. Солай мен, яғни мотивационный письмо, портфолио, CV, әртүрлі жетістіктер, бұл жерде әртүрлі ғылыми жұмыстар жасалатын болады. Сол қандай ғылыми жұмыстар жасаймын, яғни 1 жылдық жоспарым, рекомендационный письмо, тағы басқа, соның бәрін жіберіп, сосын ответті күттім. Этаптар болды, яғни ең қиын этапы ол стажировканың 1 жылдық планын құру болды. Себебі ол жерге барғанда мен не істеймін, соның барлығын дотошно пландар құру керек болды. Құрмаса ол, яғни стажировканың ешқандай да мәні жоқ деген сияқты. Ал менің таңдаған стажировкам ол клинический, research, яғни исследовательский, яғни бағыт екеуі де бір жерге қосылған. Ал менің именно осы Китайды таңдау себебім, себебі именно первичный иммунодефициттер, оларда апта сайын диагностика жасалады екен. Сол үшін маған ол өте маңызды болды. Енді Японияда мысалы олай қатты көп болмайды екен, және Индияда көп болуы мүмкін, бірақ Индияға мен барғым келген жоқ, шынымды айтсам. Осындай, яғни 3 мемлекеттің ішінен қайсын таңдайсың деген сияқты сондай бір таңдау болды. Негізінен Япониядағы профессорлар кішкене тұйықтау болып көрінді мен үшін, және қорқынышты даже болып көрінді. Слишком интроверттердің мемлекеті сияқты. Ол да бар. Негізі просто кіммен жұмыс жасайсыз, профессормен, қандай профессормен жұмыс жасайсыз, оның барлығы маңызды. Сондықтан да бірінші стажировка өтпес бұрын, тағы басқа, яғни PhD даже өтпес бұрын сондай бір кеңес болды. Яғни бірінші зерттеп алыңыздар, кімге бара жатсыздар, қандай мемлекетке, қандай профессорға,
кандай лабораторияга деген сыяктуу. Өйткөнү академический жер кичине токсичный болот деп айтат всегда. Но мен билбейм казыр канчалык токсичный, не токсичный деген сыяктуу, бирок мен именно сол конгрессте көрген адамдар олар дружелюбный болуп көрүндү мага. Сол үчүн да мен осы Китайды таңдадым. Бирок Китайдын бир ерекшелиги, ол жакта и Гонконг бар, и Пекин бар. Яғни mainland деп айтамыз, яғни Китайдын өзү және Гонконг. Яғни Гонконг кичине бөлектеу, онун заңы да бөлек, тагы башка деген сыяктуу. Китайдын өзү курамына кирсе де, ол агылшынча жакшы билетін сондай мемлекет болып саналады. Алтай Гонконгда, Алтай Пекинда, яғни осы стажировкаларды буйрса өтетін боламын. Стажировка жайлы осы бір жылдық программа болғаны өте жақсы, себебі яғни 2 айда, 3 айда енді адаптация болады, 1 ай даже да, и ары қарай яғни көбірек білу үшін, көбірек үйрену үшін ол өте маңызды деп ойлаймын. Яғни ол жақта бірнеше компоненттер бар, үйренетін заттар көп, яғни лаборатория жағы болсын, клиникалық жағы болсын. Сондықтан мен әзірге мынандай болады деп айта алмаймын, бірақ не нәрсе болатын енді уақыт өте келе көреміз. Бұл яғни стажировка ендігі жылы басталады, қаңтар немесе ақпан айларында басталады, и сол уақыттан бастап сіздермен көбірек бөлісе бастаймын. Қазірше жалпы өзімнің не істеп жүргенімді осы кішкене баяндап кетейін дедім, сіздер тағы түсінбей қалмаңыздар деп, не істеп жүр бұл кісі деген сияқты. Бір жағы өзімнің портфолиомды да толықтыру мақсатында жүрмін, яғни PhD-ға дайындық ретінде әртүрлі публикациялар, тағы басқа деген сияқты сондай бір нәрселермен айналысып жүрмін негізінен. Және октябрьде бұйыртса Гарвардтағы программа басталады. Ол бізде исследовательский проекттар, гранттарды қалай ұту керек деген сияқты сондай бір компоненттен тұрады. Бұл яғни программа мен үшін яғни жайлап степ бай степ дейміз ғой, солай PhD-ға дайындық ретінде көремін. Себебі PhD-ға дайындалу кезінде профессорларды таңдай алу, өзінің мамандықты дұрыс біле алу, соның барлығы өте маңызды. Сол үшін да менің ойымша, яғни бұл программаға кіру себебім де сол болған. Жалпы осы негізінен барлық нәрсеге жетудің ең бірінші нәрсесі әрине сенім, іздену, еңбектену, ерінбеу. Осы нәрселер ең басты критерий деп ойлаймын. Қош саламат болыңыздар. Келесі эпизодтарда сіздермен жақсы кеңестеріммен бөлісетін боламын.